Облыс жаңалықтарына ойысамыз. Облыс орталығының Шымкенттен Түркістанға көшірілуі әлеуметтік экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани жағынан да аса маңызды. Сондықтан жаңа орталықтың дамуын үкімет басты назарға алуы тиіс. Парламенттің қос палатасы мен үкіметтің біріккен отырысында елбасымыз осылай деді. Парламенттің қос палатасы мен үкіметтің бірлескен отырысында Түркістан облысының орталығы, Түркістан қаласының дамуы туралы елбасы өзінің көзқарасын жеткізді. Қасиетті Түркістан қаласында жаңа облыс орталығының құрылуы дербес әкімшілік орталық ретіндегі өңірдің тарихи мәнінің қайта өрлеуінің белгісі саналады. Үкімет пен министрліктер облыс орталығының құрылысына, қалыптасуына лайықты назар аударулары тиіс. Қазақстандағы бизнесте бұл жұмыстарға араласуы қажет. Осылай деген ел президенті таяу уақытта дамыған жаңа облыс орталығы экономикамыз бен бизнесіміздің жаңа өсім нүктесі пайда боларына сенімдімін деп атап өтті. Бұл пікірге парламент депутаттары да қуанышты екендігін жеткізді. Маған өзіме бір жақсы ұнағаны мына жаңадан ашылған Түркістан облысының, сонымен Түркістан қаласына байланысты арнайы заңдардың қабылдануы. Бұл ерекше жайт, өйткені Түркістан бұл қасиетті жерлердің бірі. Ел президенті облыс орталығын ауыстырудың рухани маңызды жоғары екенін атап өтті. Ол еліміздің ең киелі жерлерінің бірі. Тарлан тарихымызда талай тағдырлы шешімдер осында қабылданған. Есімдері ел тарихында мәңгі жазылған, біртуар тұлғаларымыз осында жай тапқан. Халық тығыз қоныстанған тұтас оңтүстіктік өңірдің дамуы жаңа облыс орталығының жұмысын тиімді ұйымдастыруға байланысты. Сондықтан үкімет пен әкімшілік бұл жерде тығыз жұмыс істеу керек. Сонымен бірге республикалық маңызы бар қала мәртебесін иеленген Шымкенттің тыныс тіршілігі назарда болуы тиіс деді Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл пікір жергілікті зиялы қауым өкілдерінің көкейіндегісін дөп басты. Парламенттің отырысында, қос палатаның отырысында үкіметке, содан кейін әкімдерге тапсырма беріліп жатыр. Шындығына келсек, ашылды. Мемлекет мүмкіншілік берді. Президентіміз қол қойды, указ болды. Енді оны ары қарай алып кету оңай тіршілік емес. Ол өзінен өзі бола салатын нәрсе емес. Бұған енді тікелей президентіміздің өзі араласып отыр. Енді үкімет пенен әкімдікке көп тіршіліктер жүктелініп отыр. Осына қарай алып кетсе, құлағып деп халық оны әр уақытта да жақтайды деп ойлаймын. Түркістанның дамуына үкіметтен жан-жақты қолдау болады. Ал Түркістан облысының әкімдігі қаланың таяу арадағы дамуы туралы бас жоспарын түзіп, қаланы түрлендіру, абаттандыру жұмыстарының белсенді түрде кірісіп кетті. Енді Түркістан тек бір облыстың бас қаласы емес, бүкіл түркі әлемнің орталығы ретінде өзінің орнын алатын болады. Нұрмахан Кенжехан, Бақыт Байларов, Тұран Ньюс.